тақырыптағы іс-шарамызға қош келдіңдер. Балалар, бүгінгі ата салдың ұлттық қалпың атты тақырыбымызда біздер жалпы құндылықтар туралы, тәрбиелік іс-шарамызда құндылықтар туралы өтеміз. Қазақтың салт дәстүрлерін өтеміз балалар. Солардың біреуі ата-баба бала дүниеге келгеннен бастап не қыламыз? Бесікке салу өтеміз, балалар жас баланы шілде қырқынан шығару деген салт дәстүріміз бар. Одан кейін баланың тұсауын кесу, бала өскен сайын қандай не аламыз? Менің өзім салт дәстүрім бар. Бесікке салар кезде біз бесік айтып, бесік жырын айтып баланы бесікке саламыз. Ал бала қай-қайдан басқан оқта, тұсауын кескен оқта, тұсау кес. Ешқашан жамандық көрме, біреудің ала жібін аттама. Жақсы жігіт, жақсы қыз болып өсу деген мақсатта біз Аллаһтан қоя дегеніміз балалар. Өйткені ала мен қара адалдықтың сұлу айтады қыздарымыз, бой жеткен оқта қызды ұзатуда сыңсу айтылады. Одан кейін күн мен түннің теңесуі және балалар тағы да балалар табиғаттың оянуы дейміз, тіршіліктің оянуы балалар. Міне қысы бойы ұйқыда жатқан барлық жәндіктер, барлық мына табиғаттағы ежелден келатқанда, мына шығыс халықтарының ішінде, соның ішінде түбі 1, түбі 5 түркі халықтарының ішінде біздің осы наурыз мерекесі өте үздік аталып өтеді балалар. Міне ол кезде біз не істейміз наурызда? Қандай көже пісіреміз? Наурыз көже пісіреміз, міне жеті, оның да мағынасы бар. Жеті түрлі, мына қыстан қалған бірінші не істейміз? Қыстан сақтап қалған, қысқа соғымнан қалған етті саламыз балалар, міне етті саламыз, қазы қарта. Оның ішіне мол ағымыз, егіншілігіміз мол болсын деген мақсатта міне осы дәмді дақылдарды саламыз. Ең соңында оған тұзды, дәмі кезінде тұз және су құйып қайнатып, оған жаңа айранымызды қосып, ағасын деп міне ақтасын, ағасын деп осындай мақсатта біз не істейміз? Наурыз көжені пісіреміз, балалар. Оның мақсаты міне жеті түрлі дәмнің кереметі соның ішіне түсіп, ол кезде наурыз көжеде біз не істейміз? Ұрсып қалған, немесе ренжісіп қалған бауырымыз, туысқанымыз болған жағдайда міне сол кісілермен татуласамыз, бір-бірімізден кешірім сұраймыз. Бұл наурыз. Қалайық, құтты болсын, қалайық. Қане достар, шыққа бірге салайық. Жарайды. Жасыл күндер, түзенеді күндер, тәнденеді аналар сәбей жермен емдеп. Енді бірге наурыз келді, нұр келді, түгел аймақ түзенді бақшада. Қыз кетіп, қар еріп, шырайлы жаз жетіп, суланған. Наурыз бұл мереке, құтты болсын береке, қыдыр ата келсін, жақсы тілек әкелсін, бақыт байлық тілеймін бүкіл қазақ еліне. Махаббат, наурыз тойы салтанат, әр жүректен ән тарап, қабылық нәресі. Наурыз тойы тамаша, наурыз тойы жараса, табиғатта тамаша көз жараса. Қысы наурыз келдің басы наурыз, мереке арнасын бүгінгі жыл әнін. Наурыз келді еліме, наурыз келді жеріме, барлық бақыт тілеймін бүкіл қазақ еліне. Таусылмайтын қазынаны сақтай білсек мәңгі жасар бәрін әні. Балалар, енді біз осылардың ішінде бесікке салуды ескерттік, барын айттық, мұны қысқаша түсіндік па балалар бүгінгі сабақтан? Ата-баба мұрасын құрметтеп, ұлттық құндылықтарымызды сақтап, келешек ұрпаққа жеткізу бәріміздің міндетіміз, борышымыз балалар.